Жүктіліктің ең қысқа мерзімі. Аллах тағала Бақара сүресінде аналар балаларын толық 2 жыл емізсін деп айтады. Себебі ол емізуде де 2 жыл, оның бөлек өз алдына ғылыми дәлелдер бар, оның пайдалары бар. Және Аққаф сүресінде көтеру менен, яғни жүктілік мерзімменен баланы толықтай емізіп болудың арасын қосқан кезде 30 айды құрайды дейді Аллах тағала. Және де Люқман сүресінде қиналған үстіне қиналып ана баласын жүктілік мерзімінде көтереді және оны толықтай 2 жыл емізеді дейді. Енді осы 3 аятты қосқан кезде ғалымдар толықтай жүктілік мерзіміменен босану және де толық 2 жыл емізудің барлығын қосқанда 30 ай дейді. Және толық 2 жыл емізсін деген аятты осыдан алып тастайтын болсақ, 2 жыл бізде 24 айды құрайды. 30-дан 24 айды алып тастасаңыз 6 ай ғана қалады. Демек, жүктіліктің ең қысқа мерзімі Алланың қалауымен жүзеге асатын 6 ай. Бұл бүгінгі ғылымда да, медицинада да бүгін көп қолданылатын тәсілдер. Яғни ана 6 айдан артық көтеруге шамасы келмесе, 6 айында да босандырып алады. Және 6 айдан кейін босанған балада тірі қалып жатқаны, өмір сүріп жатқаны қаншама, оларды арнайы аппараттарға салып, сәл көмектесу арқылы олардың өмір сүріп кетуіне бүгінгі медицинада үлес қосып отыр. Сондықтан Аллах тағала жүктіліктің ең қысқа мерзімін және ол шынымен де әрі қарай дамып кететіндігін, түгелдей дене құрылыстары дамып үлгеретін уақытты 6 ай екендігін Құранда бекітті. Сондықтан Аллах тағаланың сөзі де өзі де хақ. Рамазан айында Аллаға бір табан жақындағыңыз келсе, біз сізге арнап жоба дайындадық. Көп уақытыңызды алмайды, бірақ бұл амалдармен Алланың сүйікті құлына айналуыңыз мүмкін. Рамазан амалдары YouTube арнамызда.